үшін суреттерге назар аударайықшы. Балалар, мына суреттерде не байқап тұрсыңдар? Бұл суреттерден фигуралардың өзгергенін байқап тұрмыз, балалар? Бұл жердегі 5 бұрыш және 3 бұрыш фигуралары бұрылған, яғни өзгертілген. Сонымен бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай деп ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы суретті өзгерту. Бұл сабақта сендер компьютерлік бағдарламаларда меню командаларын пайдалануды, нысанның сыртқы түрін өзгертуді, қию, бұру, өлшемін өзгерту сияқты меңгеретін боласыңдар. Суретті қалай өзгертуге болады? Суреттің көлемін үлкейтіп, кішірейтуге, бұруға болады. Сурет бөліктерін қалай бұруға болады? Сурет бөліктерін бұру құралы арқылы 90 немесе 180 градусқа бұруға болады. Суретті бұру үшін басты тіркеме бетінен бұру батырмасын шертіп, қанша градусқа және қай бағытқа бұру керектігін таңдаймыз. Суреттің өлшемін өзгерту үшін өлшемін өзгерту құралын пайдаланамыз. Енді бүгінгі тақырыпқа байланысты дайындалған тапсырмаларға назар аударайық. Бірінші тапсырма. Берілген сөйлемдердің қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс екенін анықтаңдар. Ойланайық. Енді жауабын бірге тексерейік. Жарайсыңдар, балалар. Енді келесі тапсырмаға көшейік. Екінші тапсырма. Кестені толтыр. Балалар, бұл тапсырмада берілген құралдардың тұсына атқаратын қызметін жазамыз. Жауабын тексеріп көрейік. Жарайсыңдар, балалар. Сендер де тапсырманы дұрыс орындады деп сенемін. Үшінші тапсырма. Компьютерде Paint графикалық редакторында практикалық жұмыс жасаймыз. Бұл жердегі суретті салу барысында қандай іс-әрекеттер орындалуы тиіс, солармен таныстырып өтейін. Үлгідегі фигураларды пайдаланып суретті салу керек. Салынған суретті көшіру батырмасы арқылы көшіріп алу керек. Көшірілген бөлікті бұру батырмасы арқылы бұру керек. Нәтижесінде берілген суретті салып шығарамыз. Балалар, жарайсыңдар, жақсы жұмыс жасадыңдар. Енді бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер суретті өзгертуді, яғни бұруды білдіңдер. Суреттің өлшемін өзгертуді білдіңдер. Paint графикалық редакторының мәзір командалары бұру, қию командаларымен жұмыс жасауды үйрендіңдер. Бүгінгі сабақ сендерге түсінікті болды деп ойлаймын. Және сендер сабақты жақсы меңгерді деген сенімдемін. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.